Ассалаумағалейкум достар, бүгін Электр KZ арнасында бірнеше қызықты ақпараттармен бөліскелі жатырмын. Бұл 20 ғасырда болған оқиғалар. Көрмес бұрын тіркеліп, лайк басып алыңыздар. Менше лайк бассаңыздар бастаймыз. Бұл фотосуретте ең бірінші ревматизмді емдеуге арналған электр ваннасы. Бұл 1913 жылы фотосурет. Яғни сөзі 4 камералы ваннасы ревматизм мен буын ауруларын емдеуге арналған. Қолдар мен аяқтарға арналған жеке ванналары бар. Келесі фотосурет кремний негізінде алғашқы күн батареясы. Оны америкалық Bell лабораториялық компаниясының ғалымдары мен инженерлері 1956 жылы жасаған. Күн батареясы бір-бірімен электр байланысқан фотоэлектрлік модульдердің жиынтығы болып табылады. Комбинация тоқ және кернеу сияқты қажетті электрлік параметрлерге байланысты таңдалады. 1 ватта аз электр қуатын өндіретін мұндай күн батареясы бір ұяшығы $250 тұратын. Өндірілген электр энергиясы кәдімгі желіден 100 есе қымбат болған екен. Келесі фотосурет 1915 жылы түсірілген. Яғни бұл General Electric жарнамалық фотосуреті. Үлкен қыздыру шамы бар жұмысшыны көрсеткен екен. Бұл бүгін қысқаша ғана мәлімет жасалған видео. Лайк бассаңыздар, келесі видеоларға күтулеріңізге болады. Жуырда шығады.